Бишімбаевты жақтау, ол салтанатты, керісінше кінәлау. Салтанатты жақтау, ол Бишімбаевты ақтау емес. Бізде сондай қазір екі бір лигаға бөлініп алдық қой. Салтанатты кінәлау жатқандар түсінсін, олар Бишімбаевты ақтап жатыр. Халықтың алдында ақтап жатыр. 29 жасқа дейін 4 любовнигі болыпты, бәрі отбасылы екен, меркантилистка болыпты дегенді Бишімбаев өзі айтты ғой. Осыны Бишімбаевтың сөзін цитировать етіп жүргендер түсінсін. Олар Бишімбаевты ақтап жатыр. Өтініш Құдай үшін тиктокқа Бишімбаевтың ашыналары дегенді енгізіп көріңдерші, көресіңдер бар ғой, қаншамасы бар екендігін, жоқ екендігін. Просто жаман жыныма тиетін өзінің тарапын айтуға рұқсат болған жоқ. Соның кесірінен сіздер әлеуметтік желіде маған өте қарсы фейк хейт кетіп болып жатыр. Менің оқиғамды өз тарапынан айтуыма мүмкіндігім болмады дейді. 8 сағат сайрадым ғой. Сенде мүмкіндік болмады ма? Бірінші шықты ғой, айтып тастады, мен осы уақытқа дейін маған ешкім ештеңе дегізген жоқ, амал жоқ дейді. Сөйтсе прокурор байғұс айғайлап жатыр ғой, сен шақырдық қой, қайда жүрдің деп.